Саналы өмір деген сөз әр нәрседің есебін дұрыс жасау. Иә, біреулер айтатын шығар, ой, өмірді қиындаттыңыз деп. Ал өмірді оңай деп кім айтты сізге? Өмірді жеп жеңіл екен, нанның бетіне жағылған сары май да еріп тұр деп кім айтты сізге? Егер сіз осы өміріңізді саналы десеңіз, онда санаңызды іске қосатын уақыт келді. Ояныңыз. Алға мақсат қойыңыз. Мақсатқа жететін жоспар жасаңыз. Сол жоспарменен есеп беріңіз өзіңізге, күніге болмаса да аптасына бір. Осы мақсаттан мен қайда кеттім? Жоспардан қалай ауытқыдым? Қалай істесем не болады деп ортаға ақыл салыңыз. Бауырлар, осы адам ғана саналы өмір сүрді деп ойлаймын. Ал көп адамдар мына жерде, мына өмірде ойын үшін келген сияқты, ойын үшін өліп кетеді. Иә, мына өмірді әлі күнге шейін ойын көріп жүрген адамдар қаншау? Не бопты? Жай жүрмін, еш нәрсе қылмайды, күнім өтіп жатыр, өмірім өтіп жатыр дегенді түсінбейді. Қателік жасаса, сол қателігінен сабақ алмайды. Бәлки кейбіреулер одан да асып түседі. Қателігін көрмейді, немесе көрсе, қайғырып бүкіл нәрсенің бәрін қолынан тастап жібереді. Ой, Алла, мен саған не жаздым? Маңдайыма осындай нәрсе салатын деп. Бәлки адам иығына салынған жүкті білу керек, көтеретін жүк берілді оған деп. Соны екі аяқта тік тұрып иықпенен көтере білу керек. Өйткені бәлки сол ауыртпашылық бұны емдеуге келді. Құран-ы Кәримде неше мысалдар бар емдейтін жолдардың, адамның қайғысын емдейтін жолдар бар екен. Сол жолдардың біреуі Алла Тағала адамға басына түскен қайғыны қайғымен емдейді екен.